Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін дәмді болып шығатын творожный пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп отырсаңыздар, алдын ала рахмет. Ең алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасындағы 100 грамм сары майымызды, бір жұмыртқамызды, 80 грамм қантымызды салып, күрекшенің көмегімен жақсылап араластырамыз. Массамыз біркелкі болғанша. Екі жүз 20 грамм електен өткен ұнымыздың үстіне бір шай қасық қопсытқыш салып, құрғақ затымызды араластырып, жаңағы массамыздың үстіне салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа салып, 15 минутқа тындырып қоямыз. Пирогымыздың салмасына келетін болсақ, 2 жұмыртқамызды, 100 грамм қантымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз ерігенше араластырамыз. Енді массамыздың үстіне 300 грамм творогымызды салып, 200 грамм қаймағымызды творогтың түйіршігі қалмас үшін венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болуы қажет. Және де үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын салып, массамызды жақсылап біріктіреміз. Мендегі форма 24 диаметрлік. Қамырымызды формамызға орналастырып, дайын болған начинкамызды формамызға құямыз. Арнама тіркеліп, қолдау білдіріп пікір жазсаңыздар, алдын ала рахмет. Қалауыңыз бойынша бет нәрсеңдеуге болады. Мен замороженный шиелерді салып шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Пирог піскесін бөлме температурасында суытып, сосын барып холодильникке 2 сағатқа қоямыз. Творожный пирогымыз дайын, ас болсын. Назар бөліп көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Гүлмира Темірхан. Аман сау болыңыздар.